Белок процессингі. Белок процессингі неге қажет? Белок процессингі бізге құрылған белок амин қышқылдарының өзінің құрылымын алу үшін қажет. Thousands of proteins are synthesized in our cells every second. But to become active and perform their specific functions, these proteins must go through a series of modifications, a process known as protein processing. Белок процессингі көріп тұрғандарыңызда үлкен моншаққа ұқсайды, кем дегенде 20 амин қышқылдарынан тұрады. Және олар шаш секілді жиналып, одан кейін өзіндік құрылымына бірінші немесе екінші және үшінші құрылымына өзгереді. Көріп тұрғандарыңыздай қызылдағы сурет бойынша дұрыс бұрылмаған белокқа келіп объективин фермент қосылады. Ол өзі преатосома деген кешенге әкеліп, дұрыс бұрылмаған белокты ішіне енгізіп, егер преатосома жөндей алмаса, полипептидтік байланыстарды ыдыратып жібереді. Белок құрылысын ашуда қандай қиындықтар туды? Ең алғаш рет белокты зерттеп бастағанда ақш-та басталған болатын, бірақ ақш-тағы ең басты қиындықтар ЯМР мен стелография, яғни рентгендік түрде түсіру болды. Ол үшін белоктың әрбір бөліктерін түсіру керек. Яғни ол біріншіден анық көрсетпейді, екіншіден адам жаңағы бүкіл белоктардың байланысын жаттап үлгеру керек. Ол адамның миына жаттап үлгермейді ғой. Яғни сол үшін де жаңағы белоктардың өзін түсіру үшін де кем дегенде бір белокқа 1 миллион теңге кететін болған. Сол үшін де осындай қиындықтардың кесірінен белоктардың құрылымын ашу ұзақ жылға созылды. Осы 2024 жылы жасанды интеллект үлкен өзгерістер әкелді, жаһандық өзгерістер. Соның біреусі химия биология саласындағы жаңағы Нобель сыйлығын алған Демис пен Джон Джемпердің үлесін айтып кетші. Үлесі болғанда ол кісілер бізде жаңағы айттым ғой, адам біріншіден оны жаттап үлгеру керек, яғни ол бүкіл эволюциялық тұрғыдан алғандағы байланыстар болып табылады ғой белок. Соның барлығын ол жаңағы неге үйрету керек, искусственный интеллектке. Яғни соған 4 жыл бойы олар үйретіп, сөйтіп 4 жылдың ішінде 1 миллиондаған белоктардың құрылысын ашып отыр. Және де оның тапқан AlphaFold емес пе? AlphaFold сайты болып табылады. Яғни кез келген адам ол жерден жаңағы сайттан ашып белоктардың құрылысын көре алады. AlphaFold is a computer program that can predict the 3D shape of a protein just from its amino acid sequence. This is very important because knowing the shape of a protein helps scientists understand what it does and how it works in the body. AlphaFold was created by a company called DeepMind, which is part of Google. It was first announced in 2020, and in 2021, DeepMind made it available to scientists around the world. Before, AlphaFold predicting a protein's shape could take a month or even years using lab experiments. Now, AlphaFold can do it in just a few minutes on the computer, and it's very accurate. So, how to use AlphaFold? You can go to this website, type in the name of a protein like hemoglobin or protein code, and it will show you to the predicted 3D structure of a protein.